Assalamualaikum қазақ елі. Мен бүгін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу жасайын деп. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады дейді. Қасым-Жомарт Тоқаев, мен сіздерге Назарбаевқа ешқашан дос болмаймын да. Нақты десеңіздер, сіз өз халықтың нағыздыңыз. Талайын қинап өлтіріңіздер. Талайын қазақтың байлығын талам-таражға беріңіз. Әркім қаңғып келген қу бастарыңызды ойлап, қазақтарды қара бет қылдыңыз, намыс қылып барың. Путиннің алдында унижация етіп, орысша айтқанда, Трамптың алдында не қылып, қайда Ақшодиевтердің айтқандарын істеп, сол үшін мен ешқашан сіздерге дос боламаймын. Намыстанамын мен. Дос болуға сіздерге де даже не алатын. Сіздер менің қасыма келіп отырсаңдар, мен тұрып кетем ол жерге. Бірақ енді сіз қазір президентсіз, мен сізге не қылайын деген, бұл қазір енді сіздер Назарбаевты, сізде жастарыңыз келді, бір аяқтарыңыз уже ол дүниеде деуге болады, жастарын жасап асарыңыздар. Енді сіздердің мен пікірім бойынша тозақта жанасыздар. Енді сіздерге мынау қазақ халық өте жек көреді, сіздерді өте жек көреді. Қазақстан халқы да бәрі жек көреді. Сол үшін енді мен сізге 10 жерден жек көрсе де, мен де 10 жерден жек көрсем де, айтайын деген, бүгін қазір қасиетті Рамазан ай. Кішкене болса да сіз өзіңізді мұсылман деп тұрсыз. Мүмкін сізді Назарбаевтан қорқып тұрған шығарсыз. Бірақ ондай деп ойламаймын енді. Бір жақсылық істесеңіз, өзінің қазақ халқына, өзіне Алла тағаланың алдында да мүмкін сіз кішкене мүмкін онша-мұнша кінәларыңызды кешіретін шығар. Қандай жақсылық істесеңіз қазақ халқына, Қазақстан халқына, мынау саяси тұтқындарды босатсаңыз, қасиет Рамазан айы күні. Мынау Жыланбаев бауырымызды не істеді? Сонша мынау бір жауыз, орысша айтқанда людоед начальник түрме қинап отыр екен, әртүрлі сатанинский, бұлай да бұлай бүйтіп. Шыныңды айтсам, өкпелемеңіздер. Мынау билікте отырғандардың бәрін бірге жинағанда, олардың Жыланбаевтың тырнағында тұрмайды. Марат Жыланбаев. Соны босатсаңыз, Жыланбаевты, Айгерім қызымызды босатсаңыз, қызы бала ғой, сіз жасыңыз келген әкесіз. Тағы басқа политзаключенныйлар бар, қазақ халқы, мемлекет халқы үшін қиналып отырған. Олар ұры емес, Шодиев емес, мынау Клебанов емес, бізді Қазақстан талқан шығарып, мынау чиновниктер емес, мынау ұры болып отырғандар ұрлады. Сіздің біріншіден ертең аяғыңыз тайып қалса, жауларыңыз болады. Мұндай болып тұрған. Соларды босатсаңыз, өткен керемет болатын еді. Өзіңізге де қазақ халқының алдында да кішкене болса да, деп қалатын еді қазақ халқы сіздің немнесіне. Алла тағала да мүмкін тозақта да мүмкін еш болмаса жартысын отырып, жартысын не қылып жіберетін. Ондай да болуы мүмкін. Енді біріншіден сол, енді мен сұранатыным, өтінетінім сол. Екіншіден мынау конституцияны кетерге сізге не керек бар? Сіз мұны бірінші конституциямен өзіңізді обезопасить етпекші, орысша айтқандай Назарбаевты обезопасить етпекші, қылмыстық. Жаңадан келген адам, мысалы, жаңадан келген билік болса, мысалы, сіздердің орнында, ол конституцияға қарамайды ғой. Мысалы, мынау Назарбаев пен Тоқаев осындай конституция, неприкосновенность деп отырмайды, ол алады да сіздерді апарып қамап қояды. Мысалы да, ешқандай конституция көмектеспейді. Ешқандай Путин де көмектесе алмайды, Трамп та көмектеспейді. Назарбаев тем более. Сөйтіп барады да бүкіл семьялармен бірге отырғызады. За недонесение дейді. Сонда қандай конституция не болады? Сіз кетерде қайта жақсылық істеп кетіңіз. Мынау сізбен болған командалардың барлығын бірге алады да тығып қояды.
орнына жағы мына отырған полиция заключенныйларын босатып, орнында жағы авария болған, әйелін ұрған майда шүйде солардың орнына орын босатып деп қояды, ешкім көмектесе алмайды. Сол үшін мен сізге айтатын жақсылық істеп кетіңіз. Қазақ халқына, еш болмаса мынау халықты қалай атқызыңыздар, қаны қалай ағызыңыздар. Еш болмаса кішкене адамсыз ғой, қазақсыз ғой, қазақ қаны болса. Сондай жақсылық істеп кеттіңіз, мынау жағы саяси тұтқындарды босатыңыз, мынау қасиетті Рамазан айы күні. Өтініш сізге, бүкіл қазақ халқынан, қазақстандықтан сұрадым деп айтсам десем, ешкім қарсы шықпайтын шығар. Екіншіден, мынау конституцияны да қабылдамасаңыз, өзіңіз айтып едіңіз, 2027 жылы конституцияны мүмкін не қылатын шығармыз. Енді былай айтасыз, кімнен сізді мәжбүрлеп отыр? Россияға қосып кетпекшісіз ба? Дариғаға ма? Олар Назарбаевты сізден бірінші жауы, ол сізді ешқашан анандай компроматпен ешнәрсе істей алмайды, халық артыңызда, халық сіз жақта болса. Сол үшін мынау конституцияны не қылсаңыз да 93 жылғы поправкамен не қылыңыз, болмаса қалдырыңыз оған. Анау орыс тілі деген конституцияның ішінде исі де болмау керек. Кейін жағы көп өрді нәрселер. Не қылатындар, конституцияны референдум жасайым десеңіз, бірінші немнемен сіз анау избиркомның немелерін ауыстырыңыз, басқа избирком болсын. Сіздер қоймайтын, мынау билік қоймайтын, еш болмаса маслихаттардан, басқа жерден, или көпшілік мынандай азаматтардан немле болсын. Сөйтіп, Қазақстанға осындай жақсылық істеп кетсеңіз, мынау әсіресе одан да жақсы болатын еді, қасыңызға бір билікті өмірде істемеген, қасыңызға бір өте анандай азамат алсаңыз, сізді қорғап, Назарбаевты да, басқаларында да қай жерде тұратын орнына қойып, Қазақстанға ұрланған байлықтарын бәрін қайтарып, қайтармағандарын кейін қайтартқызып, мемлекетімізді, Қазақстан халқына күшті мемлекетке шығарып, сондай азаматты қасыңызға алыңыз. Ондай не қылсаңыз. Енді біріншіден сұранатыным сізге, енді мен сізге дос емеспін, дос ешқашан болмаймын, болғым да келмейді Назарбаев. Бірақ енді қазақ халқының атынан сұрансам, саяси тұтқындар мынау босатсаңыз, мынау немнеді. Марат Жыланбаевтан бастап, жағдай өте қиын екен. Анау людоед түрменің немнесіне жазасын беріп, екіншіден мынау конституция кейінге қалдырсаңыз, еш болмаса, келесі жылға ма, ол сізге еш нәрсе бермейді. Менің пікірім, сізді біреу мәжбүрлеп тұрған сияқты. Нақ десек, сіз 29 жылға шейін бола бересіз. Немне қылып. Мынау қазіргі сіздерге беріп атқан конституция, сіз жағымпаздардың істеп атқан нәрсесі, мынау қазіргі конституционный немелер отырған комиссиялар, оның барлығы арам тамақ, ешқандай Қазақстанға сізге де ешкімге жақсылық ойламайтын адамдар, тек қана өзінің жанұясын ойлайтын адамдар, өздері. Сол үшін мынау конституцияны еш болмаса келесі жылға қалдырыңыз. Сөйтіп, мен айтқан пікірлеріме, мен өтінішіме ойлансаңыз. Жақсы, рахмет. Мен осы жерде айтылған пікіріме, күмәніме, мынау немнеме Тоқаевқа, президент Тоқаевқа айтқан ұсынысы, өзден пікірлерін қалдырсаңыздар. Жақсы, рахмет.